Şimdi de үйренгілерім келeme. Онда келіндер отыра қойып келме. Біз текемет басуды қойдың жүнінен істейміз текеметті. Күзде қиқатын қойдың күзем жүнінен мен істенеді текемет. Міне, осылай. Болды енді. Оған біз су бүркейміз. Бұл су жүнімізді біріктіруіне бастары бірге бұл жүн судың несімен. Бұған сабын жағамыз. Өстіп домалақта иіні қандырамыз. Содан кейін біз мына әдемі жүннен, боялған жүннен арасына текеметтің оюлар саламыз, әшекейлейміз текеметімізді. Әдемі оюлар саламыз. Кәне қандай ою білесіздер, балдар? Кәне, кім айтады? Сосын қошқар мүйіз. Бұл оюлар қошқар мүйіз, түйе табан дегендер қошқар мүйіз ою біздің қазақымыздың несі. Кез келген нәрсеге қошқар мүйіздің оюдың несін салып, әшекейлейміз. Ол біздің қазақтың бұйымдарының ішінде киімдерге көптеген оюларымыздың түрі бар. Соны әдемелеп, әшекейлеп, текеметімізге саламыз. Мен деген сіздерге барды ойып, сіздерге дайындап қойдым. Кәнекей, арасын ашамыз. Оюды орналастырайық. Әдемелеп оюымызды орналастырамыз. Ой, қандай жақсы өнерлі балдар екен, әдемі киізіміз әдемі болып шықты. Енді мен сіздерге батамды беріп жіберейін. Құдайым берсін, айтқаным келсін, кеткенің келсін, кемтігің толсын. Үлкен азамат болыңдар.